Талдықорғанда қала күні мен қаланың 80 жылдығына орай ерекше қажеттіліктері бар спортшылар мен мемлекеттік қызметкерлер арасында пара-голболдан турнир өтуде. Жарысты Жетісу облысының спорт басқармасы мен голбол федерациясы ұйымдастырды. Бұл паралимпиадаға кіретін спорттың түрін 6 жылдан астам уақыт болды. Облысымызда дамытып келемін. Қазіргі уақытта өткізіліп жатқан облыстық турнир бұл Жетісу облысының орталығы болып табылатын Талдықорған қаласының 80 жылдық мерейтойына арналады. Қаламыз өсіп өркендей берсін, әлеуметтік экономикалық жағдайы дами берсін. Алғысымызды білдіреміз. Жалпы енді мақсатына келсек, қазіргі таңда инклюзия тең қоғам бағдарламалары даму үстінде мемлекеттік мекеме қызметкерлері мен осы ерекше қажеттілігі бар адамдар арасындағы байланыс, бір-біріне деген қолдау көрсетуі қиын-қыстау уақытта әрдайым бір-бірінің жанынан табыла білетіндігін көрсетеді. Сондықтан осындай турнирлар алдағы уақытта көптеп өтеді деген үміттеміз. Талдықорған қаласы әкімдігінің қызметкерлері қатысып жатыр. Сезімдері ерекше, бір қызықты әлі де өстіп ойнап жаттығып тұрамыз деген ойдамыз. Бүгінгі жарыста шын мықты жеңіске жетсін. Жарыстағы эмоцияларға келетін болсақ, бірінші рет көзімізді жауып, допты сезіну керек екен. Оңай емес. Бір өзіндік бір эмоциялары бар, жақсы вид спорта екен. Барлықтарыңызға осы ойынды ойнауға кеңес беремін. Өміріңізді өзгерткіңіз келе ме? Онда дәл қазір бізбен бірге болыңыз. Де факто FM